Сәлем балақай. Бүгін біздерде математикадан 77-ші сабақ есептер шығару. Оқулықтағы бірінші тапсырмаға қараймыз. Сырым ата-анасымен бірге саяхатқа жиналды. Олар өздерімен бірге сол аймақтың планы мен өлшеуге арналған құралдарын алды. Бұл жерде суреттен картаны көреміз, және көк кесінділермен ұзындық берілген, және қызыл кесінділердің ұзындығымен берілген. Олар планға машинемен жүретін жолдарды кесінділермен белгіледі. Көк кесінділердің, қызыл кесінділердің ұзындықтарының қосындысын тап. Қысқаша жазылуы бойынша есепті құрастыр. Алдымен бізге көк және қызыл кесінділердің ұзындықтарын біліп алу қажет. 5 қосылған 4 тең болады. 9 оған қосамыз. 1-ті 10 болады. Көк кесіндінің ұзындығы 10. Енді қызыл кесіндіні есептейміз. 10 сантиметр, 8, 18, оған қосамыз 2-ні 20. Сонда қызыл кесіндінің ұзындығы 20 сантиметрге тең. Келесі тапсырма. Енді бұл жерде қысқаша жазылу берілген. Қызыл кесінді. Қызыл кесінді бізде 20 сантиметрге тең. Көк кесінді 10 сантиметрге тең. Бізге барлығын табу керек. Барлығын табу үшін біздер 10-ға 20-ны қосамыз. 20 қосылған 10 тең болады 30. Келесі қызыл кесінді белгісіз, бұл керек есептер. Қызыл кесінді белгісіз, көк кесіндіні біздер білеміз 10-ға тең, барлығы бізде белгілі 30-ға тең. Шешуін табу үшін барлық ұзындығынан, яғни 30 сантиметрден азайтамыз. Көк кесіндінің ұзындығы 10 сантиметр. Тең болады 20. Сонда бұл жерде қызыл кесіндінің ұзындығы шықты. Келесі үшінші есепте қызылдың мәні бізге белгілі 20 сантиметр. Біздер суреттен есептеп алып, көк кесіндінің ұзындықтары белгісіз, барлығы бізде 30 сантиметрге тең. Келесі шешуін табу үшін біздер барлығынан, яғни 30 сантиметрден азайтамыз 20 сантиметрді. Тең болады 10 сантиметр. Сонда бізде көк кесіндінің ұзындығы 10 сантиметрге тең. Келесі есепке қараймыз. Есептерді оқы, оларды салыстыр. Есептерге қысқаша жазылуын таңда. Олардың біреуін жазып шығар. Әкем ұзындығы 2 дециметр көк кесінді, одан 1 дециметр ұзын қызыл кесінді сызды. Қызыл кесіндінің ұзындығы қанша? Көк дегенді мен К деп жазып қоя берейін. 2 дециметрге тең. Келесі қызыл дециметрдің ұзындығы белгісіз, бірақ ол көк дециметрден 1 дециметрге ұзын. Көк кесіндіден 1 дециметрге ұзын. Бізге табу керек қызыл кесіндінің ұзындығын. Оны табу үшін біздер 2 дециметрге 1 дециметрді қосамыз. 2 қосылған 1 тең болады 3. Жауабы қызыл кесіндінің ұзындығы 3 дециметр. Бірінші А есептің қысқаша жазбасы бізде үшінші сызбаға сәйкес келеді. Келесі әкем ұзындығы 3 дециметр қызыл кесінді, одан 1 дециметр қысқа көк кесінді сызды. Көк кесіндінің ұзындығы қанша? Бұл жердегі сызба екінші сызбаға сәйкес келеді. Қызыл кесінді ұзындығы 3 дециметрге тең. Көк кесіндінің ұзындығы белгісіз, бірақ ол қызылға қарағанда 1 дециметр қысқа. Есептің шешуі бұл жердегі ұзындығын табу үшін біздер 3 дециметрден 1 дециметрді азайтамыз. 2
дециметр. Жауабы көк 2 дециметрге тең. Келесі Б есеп. Б есептің сызбасы бірінші қысқаша жазылуына сәйкес келеді. Әкем ұзындығы 2 дециметр көк кесінді, ұзындығы 3 дециметр қызыл кесінді сызды. Көк кесіндіге қарағанда қызыл кесінді неше сантиметрге ұзын? Шешуін табу үшін біздер 3 дециметрден азайтамыз 2 дециметрді. Тең болады 1 дециметрге. Жауабы көк кесіндіге қарағанда қызыл кесінді 1 дециметрге ұзын. Келесі үшінші есеп. Бос орынға тиісті амалдар таңбасын ата. Қалай пайдаланғаныңды түсіндір. 4 сантиметр. Бұл жерде қандай амал болады? 5 шығу үшін біздер 4-ке 1-ді қосамыз. Келесі 1 сантиметр, 2 сантиметр тең 3-ке. 40 сантиметр қосылған 10 сантиметр тең 50 сантиметр. 3 дециметр азайтылған 1 дециметр тең 2 дециметрге. 9 дециметр азайтылған 1 тең 8 дециметрге. 40 сантиметр азайтылған 10 тең 30 сантиметрге. Бұл жерде қалай пайымдағаныңды түсіндір дейді. Бұл жердегі есептің мәні қосылғыштан артық. Сол себепті бұл жерде қосылу амалдары орындалады. Келесі, бұл жердегі есептің мәні азайғыштан кіші. Сондықтан бұл жерде азайту амалы орындалды. Келесі төртінші есеп. Төртінші есеп есепті шығар. Автокөлік 1 сағат жолда 10 литр жанармай жұмсады. Жанармай осындай мөлшерде жұмсалатын болса, 2, 3, 4 сағатқа неше литр жанармай қажет? 1 сағатта 10 литр. 1 сағатта 10 литр жұмсаса, 2 сағатта ол 20 литр жұмсайды. 3 сағатта ол 30 литр жұмсайды.